жетістік, сын есімді есімізге түсіреміз. Балалар, мына сұрақтарға жауап беріп көрейікші. Қазақ тілінде қанша сөз табы бар? Дұрыс айтасыңдар, 9 сөз табы бар. Зат есім дегеніміз не? Өте жақсы, дұрыс айтасыңдар. Етістік қаншаға бөлінеді? Тамаша жауап. Етістік негізгі және туынды, болымды және болымсыз болып бірнеше түрге бөлінеді. Балалар, олай болса, оқулығымызды ашып, 66-шы беттегі мәтінді мұқият оқимыз. Жақсы, мәтінді оқып болсақ, төмендегі сұрақтарға жауап береміз. Мәтіндегі басты кейіпкер кім? Өте жақсы, мәтіндегі басты кейіпкер Абай. Мәтіндегі негізгі ой не деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Кітапты ықыласпен оқу, кітап сүйсіне оқу. Жақсы. Балалар, қай сөйлем мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойға сәйкес келеді? Бір істі бастамасаң, аяқсыз тастама. Кітап білім бұлағы. Әрине, екінші нұсқа сәйкес келеді. Олай болса, балалар, денемізді түзу ұстап, дәптерімізді ашып, бүгінгі күннің ретін жазып, екінші жаттығуды жазамыз. Асыл, тарих, ала, тамаша қай сөз таптарына жатады? Оқыды, оқиды, тапты, айырылма, ұқсама етістіктері негізгі және туынды, болымды және болымсыз етістіктер түріне ажыратып жазыңдар. Жақсы балалар, жазып болсақ, біз бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Дұрыс, бұрыс ойын арқылы. Абай күні бойы кітап оқыды. Дұрыс. Ол үй ішіне әңгімелеп берді. Дұрыс. Зере әжесі Абайдың кітап оқуға деген ынтасын байқамады. Бұрыс. Ол басқа балаларға ұқсап өстеді. Бұрыс. Абай әжесінің сөзіне риза болды. Дұрыс. Ол күн сайын бір әңгіме айтатын болды. Дұрыс. Ұқсама сөзі болымсыз етістік. Дұрыс. Оқыды сөзі туынды етістік. Бұрыс. Ала сөзі зат есім. Әрине балалар, бұрыс. Ала сөзі сын есім. Тамаша балалар, сендер бүгінгі сабақты өте жақсы меңгердіңдер. Сұрақтардың бәріне толықтай дұрыс жауап бере алдыңдар. Олай болса, балалар, мен сендерден мынандай кері байланыс күтемін. Мен бүгін білдім, қиындық тудырды, мен үйрендім, қолымнан келді. Кері байланыс парағын толтырып, маған жолдайсыңдар деген үміттемін. Олай болса, балалар, бүгінгі бізге берілетін үй жұмысы 67-ші беттегі үй тапсырмасы 6-шы жаттығу. Мәтінді ретімен көшіріп жаз, сын есімдердің астын сызыңдар. Балалар, үй тапсырмасы сендерге түсінікті ме? Жақсы, олай болса балалар, бүгінгі сабаққа белсене қатысқандарың үшін алғысымды білдірем. Жарайсыңдар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.